Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün sentyabrның 3-ü salı kunu. Biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. 373 mebuz депутат тыйылмемезлегіне қол тұтты. Бүгін Юқары Рада депутатлық тыйылмемезлегі ләғует олеві ақында қану лейхасыны қабыл етті. Қану лейхасы қануни құветіні 2020 сенесінден башлап алажақ. Тәфсилатлыжы невбетті келев хамызда. Изменения в Конституцию. Анаясаға депутатлық тыймемезлігі ләғует олеві ақында көрсетілгенден ішмелер 2020 сенесі январының бірінден чалышы башлайжақ. Анаяса 80-нче маддесінден депутатлық тыймемезлігіні кефалет еткен мадде алып ташланажақ. Кележек сенеден башлап, халық мебусларыны Юқары Раданың рұқсеті олмадан жезаи месулиетке чекмек, яқаламақ яда тевқиф етмек мүмкін олажақ. Айны заманда халық мебуслары рей беруф нәтижелері яда парламенттегі айтылмалар үшін месулиетлі дегіл. Қанунға 373 мебус қол тұтты. Закон принято. Выступая перед депутатами, Мебуслары гунды сөзге чықып, Украина президенті Володимир Зеленский тыйылмемезлікнің ләғует олеві эпосы фарқаларының сайлав алды кампанияларында бар олғанына қайдетті. Айрыжа о инкишафлы Авропа мемлекетлерінде олмағанына ве бұны украинлерінің 90% талап еткенini қошты. Кажуть, що наша наука Айталар ки илим фена алда. Бу ялан, чөнки Украин мебуслары да яне бір-ике шыф яптылар. Олар эбеди саяси шайышыны көчүрүжүсү ижад етті. Башта мебуслыкка намзетлер тыйылмемезлиги лягу етмеге сөз берелер, соңра рей бир вактында оны бербат етелер. Халк унута буны, соңра келечек салевларда намзетлер кене теклиф етмеге пейда ола. Соңра келечек салевларда намзетлерде кене не теклиф етмеге пейда ола. Бу энди аман 20 ел чалаша, етер артык. Буны чөплүк обасына йолламага вакыт келди. оппозиция же утверждает, что Мухалифеда се бу хусуста Анаяса махкемесі ве Венедик комиссиясының текрарлы хулясасы олмадан бу рейберовге кележекте итиразлар білдіріле біле, деп идеяйты. Венецианская комиссия – это єдиний орган. Венедик комиссиясы бу милли канунларына Авропа бірлігі талапларына уйгунлаштырган Авропа шурасы ве Авропа бірлігінің екене органыдыр. Эгер біз Авропаға ынтылсақ, демек канунларымыз аққында оларның келішмек керекміз. Дегер алларда демек бу біз башқа тарафқа әрекет еткеніміз наманасына келе. в то же время, по словам Айны заманда Анаяса махкемесінде президент темсилжісінің айтқанына көре, ичбір бозувлар олмаған Анаяса махкемесінің ихтары садеже ресмиетчиліктір ве умумен рейберуф эснасы бозувлар олмадан кечкен. Ольга Михайлюк, Игорь Каркадым, Евгений Савицкий, Халиси Зинедин, Имран Усинов, UA TV. Донбасста бір украинаскера яраланды алазарда о авушыжы арби хастаханеде. Бу акта Украина мудафа назері спикері Дмитро Гуцуляк білдірді. Ярыгечеден башлап ишгалжилер тынчлық режиміні дорт кере бозды. Донецк вилаятындaki Павлопель қасабасы граната атқыч атешы астында қалды. Луганск Крымский қасабасы Хафив селя атешіне тұтылды. Троицкий жеваранда есе душман мина тополарны қоланды. Украина маячилері жевап оларақ атеш açmağa mecbur oldu. 8 saatlıq айтышмалылар Берлинде Норман дортлігі меслячыларының күрішіві олып кечті. Украина, Алмания, Франкистан ве Русиядан дипломатлар формат лидерлеріне саммитке yol açacak adımlarını müzakere ettiler. Bu haqta Ukraina tышқы işler naziri Vadim Pристайко айтып берді. Onun айтқанына көре, esas sual станица Луганска қасабасы жеваранда қоветлерінің кері чекілмесі oldu. Украин саяси мобюслер ве рейнелер дынышывы ақында айтышмаларда лaf olmadı. Калифорния ялысы янында сувға батқан гемеде әнді әлі қолған 25 кеші ақында белі олды. Да 9 кешінің тақдері белі дегіл. 5 кешіге құртылмаға насип олды бұ экипаж азалары. Дайвинг üçün катерді янгын чықты. Бұ Калифорния ялысы янында Санта-Крус адасындан шимальге тараф. Гемеде 39 адам еді. Ялы муафазасы Санта-Крус ялысыны тәтқиқ еті. Янгын себебі да белі
дегіл. And it's a very tragic event. And we will search. Бу пек фажалы вақа біз адамларына қыдырмаға девам етежекміз. Бутун күч куветімізні буна бердік. Ама әр шеге азыр олмалымыз. Афганистан пайтақты Кабулда бір патлама юз берді. Оның нәтижесінде 16 кеші әлек олды да 119 яраланды. Уджум үшін месулиетні өзіне Талибан террорист тәшкилат алды. Уджум Афганистанда тынч айтышмалардан Америка Бірлешкен Дәвлетлері махсус темселжесі Залмай Халилзад Талибан векиллері Вашингтон или барышық анлашма варианты аққында келешкенлеріні білдірген күні юз берді. Автомобиль HNB гуманитар тәшкилатларының ве халқара муассиселерінің офислері ерлешкен Кабулның бөлгесінде патлады. Украин футболчылар Авропа чемпионатына сайляв турнирге азырлық көрелер. Киевде идман топлашу башланды. Серджилер трибуналарында мухлислер топлашты. Милли жейма тақым ойынчылары мейданға генч футболчыларнен чықты. Бір ойынчы Донецк шахтері тақымында кечеві ақында сонке суалларны алеті. Қалған эпосы штыракчылері баш идманжының көзіне кірмеге тырышалар. Тақымның ачық идманы керчек ойын кебі шартларда кече. Украина тақым лидері, ама Авропа чемпионаты финалына чықмақ үшін Литвания тақымыны енмек керек. Матч сентябрьнің 8-інде Вильнюсте олacak. Понятно, что нам обязательно нужно выиграть. Әлбетте Литвания тақымыны еңмек керек мазведа екі күчлі рақыбымыз қала. Шының үшін невбеттекі ойынларымызда емин олмақ үшін шымды Литвания тақымыны еңмеліміз. У нас все 100% серьезные. 100% жиддилер. Айтамда олар евінде ойнайлар, анда оз мұхлислері бар. Тақым көбі күчлелер. Еңгіл олмайжақ 100%. Үрметлі серджілері бұ дақиқаға бұ сонке хаберіміз дачу хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайтылыңыз, сақлықнен қалыңыз ярынға қадар көрішкенже.